Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз кино және музыка, 23-ші сабақ. Бүгінгі сабақта Қазақстанның киномузыкасының жетістіктерімен танысасың, осы бағытта жұмыс істеген композиторлардың шығармашылығы туралы білесің, киномузыка терминдерімен танысасың, киноға арнап жазылған шығармалардан үзінді тыңдап, балапан қаз халық әнін үйренесің. Бүгінгі сабағымызда сендердің жақсы көретін киноларыңды еске түсірумен бастайық. Сол кинолардағы музыка естеріңде ме? Егер сол кинодағын барлық музыканы өшірсе, не болар еді? Көз алдыларыңа елестетіп көріңдерші. Алғашқы кезде музыка кинематографияда жалаң, қосалқы міндет атқарды. Пианист, яғни тапер, жүріп жатқан фильмді сүйемелдеумен ғана шектелді. Дегенмен, сол кездің өзінде әр фильм үшін жеке музыка жазуға әрекет жасалған. Дыбыс жазушы аппараттың шоғуына байланысты 1920 жылдың соңында, 1930 жылдың басында әр фильм жеке фонограммаға ие болды. Осы кезеңдегі киномузыканың таңдаулы үлгілері Чарли Чаплин фильмдерінен көрініс тапты. Фильм музыкасы дыбысты киноның туынан бастап, кадр ішіндегі киномузыка, яғни кадрда көрсетілген музыкалық аспаптың, әншінің, радионың және тағы басқа музыканың орындауы, және кадр сыртындағы киномузыка, яғни фильм идеясының тереңдете түсетін оқиғаны сипаттайтын, сюжет астарын жеткізетін киномузыка болып бөлінді. 20 ғасырдың 30 жылдарынан бастап фильмдегі кейіпкерлерге музыкалық сипаттама беру көбінесе қарапайым, тұжырымды, көкейге қонымды әндер арқылы жүзеге асты. Ал еліміздегі композиторлардан Қуат Шілдебаев көбінесе тарихи тақырыптардағы фильмдерге қалам тартады. Олардың арасында Отырардың күйреуі, Әбілқайыр хан, Мұстафа Шоқай, Шал, Жат және басқалары бар. Композиторлардың қаламынан қазіргі таңда 20-дан аса фильмге музыка жазылды. Ақан Сатаевпен тығыз шығармашылық байланыста жұмыс істеп жүрген Әлім Заиров джаз, электронды музыка мен классика бағыттарын үйлестіреді. Қазіргі таңда оның музыкасы Аудандар, Анаға жол, Ол және Жасұлан Пашановтың Шлагбаум, Нұртас Адамбайдың Сабина келін фильмдерінде орындалады. Атауға тұрарлық ерекше киномузыканың туындыларының бірі Ринат Кайсиннің Жаужүрек мың бала фильміне жазған музыкасы. Жаужүрек мың бала кинофильмінен саундтрек тыңда. Бұл шығармалардың бейнесіне қандай мінездеме беруге болады? Ол туралы өз пікіріңді қысқа эссе түрінде жаз. Бұл шығарманың киномузыкаға қосқан үлесі не деп ойлайсың? Мекен Алтай атыраудың арасы, тау бауыры өзен көлдің жағасы, жастайынан жет атасын жаттаған, сақтаған, тегі мықты мен қазақтың баласы. Жау қолынан жыртылмаған жағасы, ат үстінде ғұмыр кешкен бабасы. Теуіп қалса темір үзіп кететін, өтетін, қайсар туған мен қазақтың баласы. Жаратқан Алла панасы, есігі байтақ даласы, алашым деп аттанса, ешкімнің келмес шамасы. Азаттығын қазақ туы қорғаған, толғаған, танысаңдар мен қазақтың баласы. Мұхамеджанов Төлеген Мұхамеджанұлы, композитор, симфония, опера, камералық туындылардың авторы. Сан алуан киноларға, театр қойылымдарына шығармалар жазған. Көптеген әндері, романстары, танымал аспаптық музыкасы бар.
қуат абдоллаұлы шілдебаев. 50-ге жуық ән, камералық симфония, оркестр мен фортепианоға арналған концерт, қылқобыз және үрмелі аспаптар оркестріне, орган мен оркестрге арналған шығармалардың авторы. Оның «Отан ана», «Сағым дүние», «Жан ана», «Осенний мотив» атты халық әндері кең танымал.